Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Байқаған шығарсыздар, микрофон алдық, дауыс дыбыс деп адамдар көбісі дыбыс жағын дұрыстатсаңыздар деп айтып жатқан. Мен дыбыс жағын дұрыстаттық. Көп сұраныс бойынша жаңа предлогтар, падеждерді үйретіңізші деп біраз ұсыныстар түскен. Соны мұғалімге мен түсіріп, микрофон алып қойып біраз түсірген едік. Енді бүгін қазір монтаждап салам ба десем, мынау біздің микрофонда бір кнопкасы бар екен, кнопкасын басу керек екен, сол кнопкасын ұмытып кеттім. Сондықтан запистің бәрі бір тиын болды, дыбыс жоқ. Енді сәл күте тұрыңыздар. Қазір соны шығаратын едім, оның орнына міне осы видеоны шығарып тұрмын. Басында бірінші телефонмен түсірдік, одан кейін камера алдым, міне енді петличка алдым, микрофон дұрыстадым. Енді қазір свет жағын дұрыстаймын. Сөйтіп бара-бара жаңағы сапасын жақсарту. Одан кейін жаңағы көп видеоларды салып отыр, сабақтар көп салып отыр. Кейіннен қарай толық сабақтар салып отыр. Кімнің де мүмкіндік болмаса, келіп оқитын немесе уақыты болмаса, осы YouTube арқылы үйренуге болатын шығар деп осындай видеолар шығарып отырмын. Өз басым YouTube'дан тауып алмаған қазақ тілінде орыс тілі сабағын үйрететін YouTube арқылы орыс тілде үйрену өте қиын. Өз басымнан өткен, оны мен білемін. YouTube'да орысша үйренетін орыс тілі сабақтар өте көп. Бірақ білмеймін, өзім қанша тырыстым, қиын болды да. Сондықтан мен осындай қазақ тілінде шығарып жатырмыз. Орыс тілі мына өте қиын да, былай басқа тілдер үйреніп алып оп-оңай, мысалы ағылшын үйреніп алып оп-оңай негізінде. Бірақ көшеде күнде ағылшын сөйлеп жүрген адамдар жоқ. Орыс тілін үйрену қиын, мынау біздің олардың ережелері қиын. Ережеге өздері қарама-қарсы келіп тұрады да, түсініксіз миға сыймайтын нәрселер өте орыс тілде көп. Соны мен мұғалімдеріме күнде ойлаймын, қалай жеңілдетсек болады, қалай күнде жеңілдетсек болады. Дәл мектептегі алып көшеге салу біз көбінесе келе бермейді да, өйткені ол жерде 11 жыл оқисың, 9 жыл оқисың, соның өзінде көп адам миына кірмей кетеді, иә. Ал мына жерде бір 3 ай, 4 ай оқиды, кейбір 6 ай оқиды, кейбір 2 айда оқиды. Сол кішкентай уақыттың арасында бір үйреніп кетсе, сауатты, еркін сөйлеуге қалай істесек болады деп күніге ойлайтын, күніге талқылайтын сұрақтардың бірі осы. Орыс тілін жеңіл, оңай үйретуге. Енді ақыры шықтым деп мына бір-екі сұрақтарға жауап кете салайын. Көп адамдар бізге мына сұрақты жауап: неге орысша үйретесіңдер, орысшаның не керегі бар, қазақ болмай ма айтқанда сен жасөспірімнен мен улап жатсыңдар деп. Егер де орыс тілін оқитын болса адамды, 1 жыл оқысын, тіпті 2 жыл оқыса да бізде келіп, ол өзінің ана тілін ұмытып кетпейді. Орыс тілін, біз сияқты орыс тілін үйреніп жүрген адамдар, оны үйренем дегенше уақыт кетеді. Одан кейін оған ұмытып қалуға өмірі жетіспейді да. Екіншіден оған тәрбие, біздің қазақ тілдерінің тәрбиесі басқаша, біздің айналамызда қазақ тілдерінің айналасы да қазақ тілдері болып келеді. Қазақ тілін үйретпейсіңдер ме деп айтады. Біздің Инстаграмға кіріп көрсеңіздер, біз қазақ тілін үйретеміз, бірақ қазақ тілді видео салмаймыз. Өйткені қазақ тілін үйренген адамдарға тегін мемлекеттік бағдарламалар толып жатыр. Қазақ тілін үйрететін мекемелерде, мектептерде толып жатыр. Үйренген адамға өте көп. Ал мына орыс тілін үйрететіндер, орыс тілінде видеолар YouTube'да тым аз, тілдер мектебінде дұрыс үйрете алмайды. Сондықтан мен осы орыс тіліне, мен орыс тілінің патриот деп емес, керісінше мен қазақ тілі өзім сияқты қиналып жүрген жандарға бір қандай да болсын пайдам тисін деп осы орыс тілін үйретіп жатырмыз. Мен ол жерден бір ақша табу немесе бір байып кету деген ойым жоқ. Мен басты табыс көзі менде интернет арқылы, интернет-маркетолог мен интернет арқылы компанияларға тауарларын сатуға, компаниялардың жаңағы клиент жауап беруге мен өзім көмектесіп солай ақша табамын. Негізі 500-600 мыңға дейін солай ақша табамын. Мектеп мен көбінесе шынымен айтайын қазір жауапсыздығында болады маған. Мектеп сондай бір маған табыс әкеліп жатқан жоқ, бірақ ол жерде мен андай бір миссиям бар да. Қазақ тілділерге көмектесу бірінші. Егер де бәрін көмектесіп болсам, орыс тілдерді қазақ тілге үйрету. Сондай бір миссиямен ғана жүрмін. Былай жауап тастаймын, бүгін ғана жауап тастаймын. Маған YouTube-ты да қарап қалған жоқпын, мектепке де қарап қалған жоқпын. Бірақ та егер де біреуге пайдам тиіп жатса, ары қарай шығара береміз. Алда айта кеткенде видеолар өте көп болады. Орыс тілі үйренем деген жүрген таныстарыңыз, достарыңыз болса, осы видеомен бөлісіңіздер. Сіздерге де тағы да бір қолдау көрсетіп жатқан адамдарға алғысымды тағы да білдіргім келеді. Рахмет сіздерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.